Сәлем достар, бізде банға кеткен аккаунтымызға ақша түсті. Вау! Әрине мен құр қолмен кетіп тұрған жоқпын. Мен тағы да 100% сенімділікпен айта аламын, ибс жасаймын деген адам кемінде қалтасында. Для комплимента фишка болсын. Сіздерді мазалап тұрған топ 3 сұрақтарың. Бұл жаңалықтарды ешкім білмейді, себебі жақында ғана Америкадан сабақ. Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Қайырлы күн. Өте қуанышты керемет жаңалықты бір бастап кетейін. Бізді банға кеткен аккаунтымызға ақша түсті. Вау, прям супер. Осыны айтып алайын деген ба. Нақты біздің бұл eBay платформасында махаббатым ашылған соншалық сіздерге өте керемет жаңалықтармен шығып отырмын. Видеоның соңына дейін көріңіздер, керемет жаңалықтар болады. И және де әрине мен құр қолмен кетіп тұрған жоқпын. То есть каналға, ютубқа, видеоға. Сіздерге тегін каналдар беретін боламын. И және де жабық каналға өту үшін де кішкене ссылка қалдыратын боламын. Егер если вы хотите, жабық премиум товарлар өтсеңіздер де болады. Ал парақшаға тіркелмеген болса тіркеліп, және де видеоның соңына көруге дайындалып, кішкене 5-10 минут өздеріңізді тыныш жерге отырып алыңыздар. Ал онда біз бастаймыз. Сәлем достар, қайырлы күн, түн, таң, қалдарыңыз қалай? Нақты бізді eBay платформасында жаңалықтар өте көп болып жатыр. Және де сіз бұрын білім алған болсаңыз, қазір ол білім жарамайтындай өзгерістер болып жатыр. Яғни постоянно өзгеріс. Менің өзімде де басында оқыған кезде копия деп жазуымыз керек еді. Себебі копия деп айтпасаң, сізді аккаунты банға жіберетін еді. Ал біз қазір копия деп жазбаймыз и бәрін дұрыстап жұмыс жасаймыз. Ала берса. Сосын мен сіздерге айтайын дегенім, қалай ақша түсті, қалай баннан біз шығып, баннан шыққаны банға кеткен аккаунтымыз қалай ақша түсірдік. Ең бірінші очередте біз техподдержкаға MS011 документ сұрағандарға сол документ бойынша хат жаздық. Және де егер де ондай документі 095 M095 055 деген сіздерге егер банк келген болса, оған тоже арнайы шаблон бойынша хат жаздық. И күнде таңертең бір рет, кешке бір рет жазып отыратын болдық. И солай біздің аккаунтымызға подтверждение жағынан eBay-дің платформасына тағын қайтадан PNR-ға и eBay-ға подтверждение адреса жібердік. Оны енді біз шаблон бар, білесіздер, верификацияны өтетін, сол шаблоны қайтадан жаңалап жібердік. Солай біздің ақшамыз түсті, көріп отқандарыңыздай. Яғни это все просто. Мен тағы да 100% сенімділікпен айта аламын, eBay-да кез келген адам жұмыс жасай алады, ол банға кетсе де ақшаңызды ала аласыз. Все. Мен енді қанша уақыттан бері бірінші видеоларымды да көріп отырсыздар, и және де маған көп хейттар да келіп атады. Сіз былай айтасыз, былай айтасыз дегенсе, мен ашық айтамын. Всегда барды бар, жоқты деп айтамын. Если вы думаете, что кіремін, ақша тауып кетемін, болды, бітті деп ойлайтын болсаңыз, это не вам. Не вас это. Потому что неге сіздікі например, жылтыраған нәрсе алтын деген ой болмау керек та. Ішінде өте көп кухнясы, артықшылықтары, минустары и және де сабыр ететін заттары бар. Сабыр ететін заттары бар. Кешірім сұраймын. Яғни соларға дайын болу керексіз. Бизнес жасаймын деген адам кемінде қалтасында кем болғанда хотя бы 100 000 теңге ақшасы болу керек. Что сіз бизнесті ол ақшаны ары қарай айналдыру үшін. С нуля әрине жоқ, ақшасыз бастауыңызға болады, бірақтан көп уақытыңыз кетеді. По-любому сізде ең болмағанда 10-15 000 теңге болу керек для прогрев жасау үшін. Одан кейін егер де қол өнердегі заттарды сатамын, оның ақшасын аламын деп кішкене аз-аздан жасаймын десеңіздер болады. Әрине, бірақ кішкене кешігіп қаласыздар. Почему бы, если eBay Marketplace өте үлкен, өте маржинальность, өте жоғары, неге сіз риск жасап, например, 100 000, 200 000 теңгеге товар алып, оны сіз $1,500 сатпасқа. Вот қарап отқандарыңыз, $1,800 сумкамызды саттық и өткізіп келдім оны. Өте керемет. Аккаунтымыз 32 жұлдызы бар ішінде. И сондай проверенный болды. И клиент заказ берген кезде, клиент заказ берді, клиент еще қайтадан сұрады, бізден өзіңіз суретке алып, тағы да живой болса алып көрсетіңіз деп. Живой алып тағы да жібердік, все. И барлығы нормальный. Для комплимента фишка болсын, Қазақстан шоколад сап қойдық. Так, одан кейін енді минустарын айтып кетейін, что сіздерді қорқытатын, сіздерді мазалап тұрған топ 3 сұрақтарыңызға. Бірінші, аукционға заказ ставка түсті, аукцион жеңіп алды, сіздің товарыңыз сатылды.
өтірік. Егер де сізде сол товарыңыз сатылды, бірақтан клиент конкурент болуы мүмкін сіздің басында, и конкурент сіздің товарыңызды алмай, просто так тұрып қалуы мүмкін. Егер де сіз 48 сағат немесе 3 күннен кейін сіздің товарыңыз өтпеген жағдайда, ол аукцион жеңіп алған адам товарды алмай кетуі де мүмкін. Яғни ол клиент сізге оплатил демейінше, сіздің клиентіңіз, яғни аукционнан жеңіп алған клиентіңіз ақша төлемейінше сіз товарды жібермеңіз. Түсінікті ғой, себебі минусқа кетіп қалуыңыз мүмкін. Ол ақша төлемей қойды. Поэтому ол аукционмен жеңіп алды, все, мен товар сатылды деген де өтірік. Мен өзімде көп жағдай болды, көп опытымда болды, что ол жеңді, ойбай сатамын деп тұрған кезде 3 күн тұрды, товарды ақшасын төлеген жоқ, мен отмена жасадым, ол қайтадан рекламаға шықты. Одан кейін екінші топ сұрақтардың бірі, рекламаға жасаймын, реклама жасағаннан кейін оның ақшасын қалай төлеймін. Әрине, eBay бірінші сіз қанша процентке қоясыз, басында қоясыз, мен товар саттым, рекламаға қойдыңыз, бір 10 товар, білмеймін, 5 товар, әрбіреуінде 11%, 10%, 8%, білмеймін, қаншаға қойдыңыз, ол товар сатылсын, сатылмасын, рекламаға шыққандықтан сіздің салған ақшаңыздан процентін алады. eBay сіздің шотыңызға салып қояды. Сізде осыншағы минус деген сияқты, қарыз деген сияқты көрсетіп қойын, бізде осындай болды. И ол минус болғаннан кейін, сіз 3-4 товар қойдыңыз, 4-5 товарыңыз өтті. Например, білмеймін, маржинальность мүмкін ол аз көп қойдыңыз. Примерно $500. Ал сіз басқа да товарларыңыз өткізген, рекламаға жіберген товарларыңыз болғандықтан, алдымен оның сатылғаннан кейін өзінің бірінші шотына ақшаңызды алып алады. Вдруг ол 4-5 товарға бір $80, $90 кеткен болуы мүмкін. Сіз $80-90 маржинальності үстіне сіз пайда көретін ақшаңыз солың ішіне бірінші клиент сатылған ақшаңыздың, сатылған товарыңыздың ақшасын алады да, и қалған ақшаны, және де НДС-тен қалған ақшаны соның бәрін есептеп, сіздің есептеген $500 товарыңыздың ақшасы $200-ға, $300-ға түсіп қалуы мүмкін. Чистыма прибыль. Солай маржинальность дұрыс есептемесеңіздер, мен 100% айтамын, минусқа кетесіздер. Себебі реклама екен деп қоя бермеңіздер. Мен өзімде қателік болды. Сол себепті мен сіздерге айтатын едім, барлығыны байыппен, біліп тұрып жасаңыздар. И одан кейін маған айтады, YouTube-та толып тұр ғой, YouTube орыстардікі толып тұр ғой, неге үйтесіз, неге курс сатасыз деген сияқты. Жоқ, мен сіздерге айтайын, шынымен мен курс сатамын. Мен өз білімімді, өз опытымды, өзіме кеткен минустарымды барлығыны жауып, міне мынандай болады, оказывается, мынандай емес екен деп өз біліміммен бөлісемін сіздерге. Сол сияқты нәрсенің өзінің құны бар деген сияқты. Бірақтан именно YouTube-тан көріп жасаған көп аккаунттарым неге банға кеткен түсіндім. Себебі Россияда, Белоруссия, Украинадан түсірген видеолар көбісі біздің Қазақстанға келмейді. Олар өздерінің VPN-і менен, өздеріне келген разрешениемен жұмыс жасайды. Ал eBay ол Қазақстанға кейін Қазақстанның өз заңы бар деген сияқты. Одан кейін НДС бойынша жаңалық айтайын. Бұл жаңалықтар ешкім білмейді, себебі жақында ғана Америкадан сабақ алдым, ағылшын тілінде каждый сөздерін перевод жасап, каждыйын жазып отырмын. Себебі ол маған миыма кіру керек деген сияқты. И перевод жасаймын, и оны оқимын деген сияқты. Өте көп жұмыс, но жасап жатырмын. Сол жерде үлкен айтты, НДС қалай төленеді, налог. Тез сөйлеп атсам, кешірім сұраймын. Налог деген әр мемлекетте әртүрлі. Например, бізде упрашонка 3%, ИП-лар бойынша, ТО бойынша ол 20%. Тура сондай, егерде сіз товарыңызды мүмкін сіз маржинальность, сізге ақша қалады, маған чистому прибыль, мүмкін сіз $500 деп қойдыңыз. Например, $400-500 товар алдыңыз, товарды 1200-ге саттыңыз, 200 анау-мынаумен сізге 500 қалу керек үстіне. Ол қалмай қалуы да мүмкін. Неге? Себебі ішінде НДС мүмкін ол Арабияға кету мүмкін, или вообще Канадаға кету мүмкін, Америка, Германия, Африка, әр мемлекетке товарыңыз кіретін кезде ол өзінің тарифі бойынша НДС алады. Яғни ол мемлекетке кіретін кезде. Вот поэтому сіздің маржинальностіңіз товарды кеткен адресіне да байланысты, қаласына. Яғни соны есепке аласыздар. Сол жерде eBay платформасында товар қойып атқан кезде сұрайды, қай мемлекеттерді сіз исключить етесіз, қай мемлекеттерге көрсетейік деген, қай жерлерге товар доставка жоқ, соның барлығыны реттеп қойып қоятын болсаңыздар, сіздерде минус болмайды иншаллах. Одан кейін обучение бойынша. Обучениеде біз барын үйретеміз. Қолымызда не бар? Мен жаңа білім алып жатырмын ба? Алмай жатырмын ба? Не бар нәрсені барынша үйіп төгіп беремін. Ал результат әрине
өздеріңізде. Мен ешкімге гарантия бермеймін. Если вас у кого-то гарантия беріп жатса, просто так қорқыңыздар. Себебі гарантия ешқайда жоқ. Гарантия неге берем? Өлімге гарантия бере аламын. Себебі бір өлім бар. Алла тағала біз действительно өлетініміз бар. Ол гарантия. Ал бірақ та оны қашан болатын бір ғана Алла біледі. Тура сондай, мен сіздерге информацияны беремін. Қалай қабылдау, қалай оны жұмыс жасау, одан қорытынды шығару ол өзіңізге байланысты. Яғни сіздің потенциалыңызға. Тоже маған айтады, Қыран мырзадан оқыдым, сізде неге результат бар, менде результат болмай жатыр деп атады. Осылай көрсетіп қояйын, Қыраннан оқыдым дегендер скринмен көрсеңіздер болады. Яғни көп маған сұрақтар келеді. Сізде сонда сізге бөлек оқытып жатыр ма? Әрине мен менторствосын алдым, үлкен ақшаға алдым, бірақ бәріне беретін бір информация. Ол eBay-ді ешкім өзгертіп қоймайды ғой. Сол себепті это интересует и сізге қызық қой, сіздің табысыңыз деген сияқты. Сол себепті анализ жасаудан, әртүрлі нәрселерді попытка жасаудан қорқпау керек. Бір есік жабылды ма, екінші есік жабылады. Үшінші есік жабылса да, төртінші, бесінші 10-20 рет жасап көріңіз. Если вам 20-шы рет ештеңке болмаса, онда ойлансаңыз болады да. Поэтому егер бірінші, екінші аккаунттарыңыз банға кеткен болса, қорықпаңыздар, болды, все, мен қоя салам деген зат болмасын. Так, одан кейін мен Қазақстан эксперттердің барлығына сабақ алдым. Айнұр ханымнан да, Қырандан да, тағын кім бар Қазақстанда оқып жатқан бәрінен білімдеріні, что білім ауысу ретінде да мен сабақтарын алып, көріп, қандай информация всегда әртүрлі болады. Сол себепті оларды алып оқып жатырмын. И және де соларды мен уверенно айта аламын, біздің курсымызда, именно менің обучениемде, именно менің командамда больше жоғары екендігін, результативность жоғары екендігін айта аламын. Бізде кураторлардың барлығы жауап береді, мен өзім де VIP-пен алған жандарға солай ғой негізінде. Так что біз өсіп келе жатырмыз. Сондай. Енді тағы да Американың алып жатқан білімімнің ішінде сондай бір айтты. Ішінде қазір Амазонға уланған синхронизация қосылыпты. Сол қосылған бойынша сіз дропшиппингді Амазонмен істесеңіз де болады. Яғни Optum деген шығады сайтта, сол бассаңыздар Optum'ды. Ол сразу Амазонға, сол товарға Амазонның сайтына жіберіп жүреді сізді. Яғни сондай да плюстары жаңалықтар болып жатыр екен. eBay-дің өзінде қазір платный подпискалары бар, платный жасайтын сайттары бар деген сияқты. Әр нәрсенің платный, бесплатный варианттары бар. Платныйсында әрине көбірек мүмкіншіліктер көп. Яғни сол себепті реклама жіберіп жатқан кезде товарға абайлап жіберіңіздер. Бір товарға жіберіп жатқанда ойланып жіберіңіздер. 4-5-еуіне жіберіп алып, кейін 5-ші товар жетті, ақшаңыз түсетін кезде ожидание, реальность болып қалмасын. Түсіндіріп бере алдым деп ойлаймын, потому что өзімде сондай зат болды. Мен болды, қазір мен осынша ақша аламын деп тұрған кезде бір аккаунтымда бір $700 түсу керек, $700 түскен жоқ. Ішінде біздің рекламаға алып қойған ақшамыз, НДСі бар, басқасы бар, eBay-дің проценті, Payoneer'дің проценті менен өте аз болған кезде $700 түсу керек. Чистому мен өз есептеуім бойынша $700 түскен жоқ, $500 түсі. Яғни товарымның өз ақшасына товарының ғана ақшасы шығып қалды да, минусқа кеткен жоқпын, но прибыльға кірген жоқпын да. Поэтому мен сіздерге маржаны дұрыс есептеуді айтатын едім. Тағы да әр нәрсе бастау қиын, бірақ мен өзім қазір қарап отырсам, eBay-дің ішінде қанша кірген сайын білмейтінім көп екендігін тағы да сезініп отырмын да. Мен білмейтін заттар өте көп. Мен қазір кванттық әлем бойынша, квантовый физика, кванттық энергиямен қалай жұмыс жасау, энергия қалай ағады, қалай жүреді бізде, біз энергияны қалай басқарамыз деген сияқты сондай білімдер алып жатырмын. Действительно, они работают. Мен қазір Мақпал Қаратай, Гаухар Джухиналарды оқып жүрмін, және де Джо Диспензені оқып жүрмін. Әрине видеоларын сабағына әлі жете алған жоқпын. Өте үлкен ақшасы, бірақ кітабына заказ беріп қойғам, ала берсе келіп қалса, онда сіздерге айтатын боламын. Так что всем люблю. Уақыттарыңыз көп алмайын.
осыны тез айтып тастайын деп келе шыққам ғой негізінде. Тегін каналдарды, поставщиктердің телеграм каналдары осы жерде, и бізде платный каналға қосылам дейтін болсаңыздар, платный каналда бізде премиум товарлар наличие қолымызда тұрғандары және де заказ бере алатындарыңызды көре аласыздар. Оның бағасы 1990 теңге, бір айға подписка. Сіз сол жақтан, егер eBayде айналысып жүрген мен курс алмаймын, товар ғана алам дейтін болсаңыздар, товар бізде премиум, тексерілген чек, пыльник, бағана коробкасы барлығы бар, что ешқандай істе возврат болмайтындай, өзіміз қаншама тексеруден өтіп жасаған. Енді ол ақшасы әрине аз ақша емес, үлкен ақшамен $400-500 сумкалары, товарлары деген сияқты. Вот сондай каналға наличие бар, және де заказ бере аласыздар ол жерден. Сондай тегін платный каналға да тіркелсеңіздер болады. Егер де платный каналға тіркелемін дейтін болсаңыздар, осы номерге хабарласыңыздар, и міндетті түрде сізді 2000 теңге, 1990 теңге төлегеннен кейін сізді платный каналға өткізетін болады. Ал барлықтарыңызға сәттілік. eBay платформасымен действительно мен эксперт ретінде болдым. Қазір экспертпін деп айта аламын. Жұмыс жасап та жатырмын, ақша да тауып отырмыз, Аллаға шүкір. Көріп отқандарыңызда заказ да түсіп жатыр, тағы да товар жіберіп жатырмыз. Бір емес, менің өзімде 3 аккаунтым банға кеткен, үшеуінен де үшіншісі қалды, 2 аккаунтымыздан ақша алдық, үшіншісін күтіп отырмыз, енді техподдержка бойынша. Одан бөлек тағы да 4 аккаунтым бар, 4 аккаунтпен қазіргі таңда жұмыс жасап жатырмыз. Көріп отқандарыңыз әртүрлі каналдардан ақша да түсіп отыр. Так что eBayда ақша бар. Не то, что eBayда, бүкіл әлемде ақша көп. Бүкіл әлемде Алла тағаланың бізге беретіндері көп. Мен өзіме рахмет деп айтайын. Осы сәтте мен өзімді жақсы көремін. Спасибо, что умида сен таңдадың жақсы өмір сүруді. Сен таңдадың, қиналсам да ақша таудың жолдарын, даму жолын таңдағаныма, себебі бір орында қалмай, всегда дамуға әрекет ету арқылы қаншама жақсы заттар болып жатыр өмірімде. Яғни ол әрине таңдау өзіңізде. 2023 жылдың да соңы келіп қалыпты. Қазір ноябрь, мен қазір түсіріп жатырмын, 19 ноябрь ма бүгін. В общем, осы уақытта декабрға да жақындап бір ай қалды. Декабрь бітуіне 2023 қорытынды келе жатыр. Не істедім, не қылдым, қандай проблемадан шықтым, қандай проблема шыға алмадым, неге жетістім, неге жетіспедім деген сияқты уже қорытынды келіп жатыр. Мен айтар едім, 2024 жыл өмірлеріңізді өзгерткілеріңіз тура 2023 сияқты болмасын дейтін болсаңыздар, всем советую, всем бүгін бастаңыздар. Бүгін бастап кетіңіздер, бүгін регистрация жасап, бүгін бастап кетіңіздер. Міндетті түрде уже 2024 жылда өмірлеріңіз өзгеретін болады. Не то, что eBay, вообще не бастаймын деп ойлап жүрген болсаңыздар, YouTube, Instagram, немесе Target, мен Target'та жұмыс жасап, мені көріп отқандарыңызда клиенттерім бар, ол жерде де ақша табамын, что жан-жақтымын былайша айтқан кезде. Так что солай. Мен негізі анам бұрыннан, мен сіздерге әңгіме болып кетті ғой, 17 минут болды ма? 2 минут, кешіріңіздер. 1 минут. В общем, сондай, анам менің арты қайырлы болсын. Всегда жан-жақты болуға, және де қалауларымды орындауға әрқашан қолдау көрсеткен. Мен медицинаны оқимын дедім, что хочу укол салуға, салуға деп. И мен ол жерде укол салатын сабақ оқыдым. Колледж кезінде жұмыста істедім деген сияқты. Ол жайлы Инстаграмға кірсеңіздер, Инстаграмда актуальныйда менің жолым деген полностью көрсетіп қойғанмын. Менің қандай болғаным барлығын осы актуальныйдан көрсеңіздер болады, что өмірім жайлы, ол жайлы бұйыртса ютубта шығаратын жармын. Ну, қазір пока что Инстаграмда тіркеліп алсаңыздар болады. Одан кейін, яғни укол салуды да білемін, перде тігуді да білемін, Аллаға шүкір. Енді әрине профессионал болмасам да, но оны білемін. Суть, что такое деген сияқты, қалай оны есептеу керек деген сияқты. И және де мен пианино ойнауды қатты қызығатым колледж кезінде. И колледж кезінде колледжіміздің сәл ары қарай, бір остановка ары қарақта мектеп ашылды сондай. Бірақ мен алмаймын дейді, колледжде оқисыз. Мен для себя хочу выучить деген сияқты сұрағам, самоучка ретінде қосымша деп. Яғни сол жаққа ақша төлеп, тағы да оқыған болатынмын.
көріңіздер, енді бұл самоучка негізінде. В общем, солай. Жан-жақты болу, әрекет ету, бір затпен қалып қалмау, ол Алланың бізге айтқан тәуекелі, былайша айтқан кезде бір орында қалып қалмау керек. Егер де сіз дәл қазір бір нәрсені бастаймын деп ойлап жүрген болсаңыз, бүгін бастаңыз. 2025 жыл өміріңіздің болашағы тек өзіңіздің қолыңызда. Тек қана өміріміз бар. Бақбал Қаратайдың мынандай сөзі бар. Жақында ғана инсайт. Маған айтады, өмірімде мынандай қиындық болып жатыр, менде мынандай болып жатыр деп адамдар айтады ғой, енді жалобы. Сол кезде айтады, энергия ол сенің энергияң. Оны энергия ешкім өзгерте алмайды. Біріншіден, бірақ сен өміріңді өзгертетін болсаң, сен біл, өмірің деген өзің деген өмірің өте керемет, яғни ішіңізбен қандай болып жатсыз, негізінде өміріңіз, сыртқы әлем сізге соны қайтарады, и все. Ешқандай ондай несі жоқ. Егер сіз біреу сізді алдап кетіп жатса, значит сіз өзіңізбен өзіңіз алдап жүрсіз бір нәрсемен. Мүмкін қалауларыңызбен алдап жүрсіз. Біреу сіз жақсы көріп жатса, сіз өзіңізбен жақсы көру. Яғни барлығы сыртқы әлем біздің ішкі әлеміміздің айнасы. Ал барлықтарыңызға сәттілік. Парақшаға тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, Instagram парақшаға тіркеліп, өз ойларыңызды қалдыруларыңызды сұраймын. Сіздермен Умида Абдыманапқызы. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар. Тіркелмедіңіз бәрі деп. Көбірек кешірім сұраймын. Көбірек ютубта видеолар шығуын қаласаңыздар, сіздерге ақпарат пайдалы болып жатса, міндетті түрде парақшаға тіркеліп, лайк басып, осы видеоны бір-біріңізге жіберіп, яғни керек адамдарға солай жіберсеңіздер екен, парақшаның дамуына. Рахмет сіздерге, барлықтарыңызға сәттілік.